Ассалаумағалейкум қазақ елі, екі сиыр ютуб арнасы таңдары стайл тикток. Кеше сүт екі сиыр туралы түсірсем біраз негатив жазылыпты. Негізі Нұратаңның айтқаны шынымен де екі ақ сиыр бақ деген жоқ. Ата кәсіп малға өт, қазақтың жері әлемде 9-ші орында деп айтпақшы болғанда. Менің де айтпақшы болғаным сол да. Екі сиыр десе екі сиырдың көтіне қарап отырмайсың ғой. Қарекет жасайсың, общем мал деген кәсіпке қарай өтесің деген. Мысалы міне сол екі сиырды бағамыз деп бұқа бақтық. Ол бұқа деген сиырдан туады. Міне бала шағамызбен сүт ішіп отырмыз. Жағдайымыз нормалына шүкір. Соны айтсам қайдағы бір бәледен жазып кетсіңдер. Мыналар сүт әзіргі балалар уызға тоймаған, сүт ішпеген, оның денсаулығы да слабый, барады да магазиннен қалаймақан бір бәлелер жейді. Менің балаларым да жейді. Просто мен айтамын, сендер осы сүтке шылаған нанды жеп болсаңдар гәне, қазір мен магазинге бұларға барып, уәдемді орындап, соқ-поқ бірдеңе салып беремін. Енді ол бірден аш құрсақ соқ-поқ бірдеңе жейтін болса, бұлар құриды ол. Әзір сүт, нан жеп, ет жеп алған балалар, ол кішігірім ашқазан кішкентай, ол жаңа соққа қатты орын қалмайды. Сосын денсаулығына аса қатты зиян болмайды. Міне бұқаның арқасында ет тұр. Етті қазір таңертең енді тұра сап жей алмайды, түсте жейді. Сүт бар міне. Үш қызым бірдей сүт ішіп отыр. Болды ғой, жақсы ғой. Бұдан не жамандық көрдіңдер сонда? Түсінбеймін да, бір реңе болса болды, міндетті түрде негатив жазуларың керек. Жақсыға сөздің басын айтса, аяғын өзі түсінеді дейді. Енді осы дәрежеге дейін жеткізіп айтқыздыңыздар, негізі ішкен жегенді түсіру мақтан емес. Бірақ үйренуге тиісті жерді мойындауға тиісті жер, жігітше мойындаудың өзі ерлікте, біз жігітше мойындай алмаймыз да. Не салсақ та жақпаймыз, не айтсақ та жақпаймыз, не өзіміз білмейміз, білген тілін алмаймыз, өзіміз істемейміз, істегендерді көре алмаймыз да. Олай болмайды меніңше. Жақсы онда.